Қазір ғана үйге келіп отырмын. Бір жарты сағаттан асты үйге келгеніме. 3 күн ол істеп жүрдік қой. Ол деген ол lesson study, яғни сабақты зерттеу. Жапонияның шығарған жобасы, бұл жобада емес, бұл кәдімгідей үлкен ғылым ғой, сабақты зерттеу. Ой, білмеймін, мүлдем басқа ғаламшарда жүргендей жүрдік қой, қандай қызық. Негізі мынау спорт, өнер, ол да қажет, ол да елді танытатын өнердің түрлері ғой. Бірақ соның жанында білім мен ғылымды да қалдырмау керек қой негізінде. Қандай тамаша. Жапондықтарды тыңдағанда қандай тамаша. Біз бар ғой ғылымды әншейін қол жетпейтін қылып бір күрделендіріп аламыз ғой. Ол кісілердің жұмысын тыңдадық. Бірақ нәрсені, бір ғана нәрсені бүге шігесіне дейін түгін қалдырмай түбінен қопарып зерттейді. Неге бұлай болды? Оған не себеп болды? Неден туындады? Оны қалай шешеміз? Не істеу керек деп. Сосын мұғалім еркін ғой. Еркін ғой мұғалім. Бізде бұлай ғой, мұғалім жүрет жалтаң етіп. Ана бастық сабақты бұлай өткіз деп айтты, ана бастық бұлай деп өткіз айтты. Ол бастық емес қой сабақ өткізетін. Сабақ өткізетін мұғалім ғой. Мұғалім мен оқушының арасы, сабақ мұғалім мен оқушының арасында өтеді. Ал бізде қалай? Сен сабақты осылай өткізуің керек деп жоғары жақтан келеді. Сосын мұғалім сол жоғары жақтың айтуы бойынша сабақты өтеді. Бірақ ол сабақ деген тірі нәрсе ғой. Тірі нәрсе. Ол жерде тірі адам оқып отыр ғой. Солай өту керек деген нәрсе өтпей қалса, ол мұғалім жаман мұғалім. Ол неге өтпей қалды? Неге жүзеге аспай жатыр? Оны зерттеу деген бізде жоқ қой. Бізде жоғары жақтағылар сабақты осылай өткіз деп айтты. Бір сабақтың үстінде топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс болсын деп айтты. Бітті. Өлтіріл сол үшеуін орындау керек. Ал мына басқа елден келгендерді тыңдағанда, мұғалім мен оқушы ғой, қайнап жатқан мұғалім мен оқушы ғана. Соны зерттеп, соны талдап, ұсынып жатыр. Мынау бұлай болды, мынау орындалды, мынау орындалмай қалды деп мені зерттеп.